Так, барлықтарыңызға ассалаумағалейкум, қалайсыздар достар? Сіздермен бірге мен Ерназар Мирас. Және де бүгінгі біздің тақырыбымыз ордер блок. Жалпы ордер блокты көбісі смарт манидың именно стратегиялардың основасына қояды. Негізі ол основада емес, ол просто сендерге көбінесе просто точка входаға арналған инструмент. Және ордер блокты қалай табамыз деген сұрақ бар. Ордер блокты табамыз былай. Қараңыздар, яғни бізде мысалы осындай болады. Және де келесісін қарайтын болсақ, келесісі бізде кішігірім свечадан кейін үлкен импульстар кетеді. Осы үлкен импульстар кеткен кезде біз не байқаймыз? Бізде ордер блоктың өзінің кәдімгідей мықты нелері болу керек. Қалай айтсам болады? Критерийлар болу керек. Яғни өйткені рабочий ордер блок бар, не рабочий ордер блок бар, осылардың барлығын айыра білу керек. Енді қараңыздар. Қазір осы критерийлармен таныстырам. Міне. Так. Мысалы қараңыздар. Не деген сөз ол? Ол не обязательно қызыл цвет, одан кейін жасыл болу керек, немесе жасыл цвет, немесе одан кейін қызыл болу керек деген. Яғни ордер блоктың цветіне қарамаймыз. Бізге ең бастысы бұл ордер блоктың қалай айтсам болады? Ол ордер блок біріншіден өзі хантер болу керек. Яғни қараңыздар, хантер дегенде өткен сабақта ликвидность сабағында айтып кеткем. Яғни ол өзі бір ликвидностьті шешіп тұру керек осылайша. Немесе егер де ол хантер болмайтын болса, яғни ордер блоктың өзі хантер болмайтын болса, онда одан кейінгі импульсный свеча бар ғой, осы хантер болу керек. Яғни ол осылай ликвидностьтарын бәрін шешіп кету керек. Өйткені астында ордер блоктың жалпы ликвидность қалмау керек. Бір жерінде болмасын, бір жерінде хантер болу керек осындай. Одан кейін екінші, ол импульсы имбаланс создавать ету керек. Міне осындай имбаланс создавать ету керек. Ол тоже өте маңызды бізге. Имбаланс дей салайық. ФВГ. Бізде қайда ФВГ? Міне. Имбаланс создавать ету керек. Имбаланстан кейін, имбаланста өткен сабақтарда айтып кеткенбіз, қарамасаңыздар, обязательно қараңыздар. Одан кейін жоғары жақта бір ликвидностьті осы импульс шешу керек. Осындай болған жағдайда біздің ордер блок жалпы валидный болады. Және де енді просто ордер блоктан тупо осылай сделка ала салмаймыз. Не қараңыздар, мынау ордер блок. Осыдан тупо сделка ала салмаймыз. Бізге обязательно не керек? Бізге рыноктың логикасын түсініп кіруіміз керек. Просто так алып кіре салуға болмайды. Неге? Айтып кетейін, өйткені қараңыздар, ордер блок рынокта өте көп. Сен оның не үшін осы ордер блоктан кету керек екеніне сен жауап бере алмайтын болсаң, онда оған кіріп жалпы не стоит. Енді ол ордер блоктарды рыноктан тауып көрейік. Рынокта енді біз бірінші 1 сағаттық ордер блоктарды қараймыз. 1 сағатта қандай ордер блок бар, соларға байланысты жалпы сделкалар алатын боламыз. Өткендегі сабақтарда айтқандай мен слом структуры болмасын, ликвидность болмасын, солардың барлығын қарап, одан кейін ғана дальше ордер блокпен жұмыс жасау керек, достар. Олсыз жалпы мүлдем болмайды, просто так ала беруге. Осы шақтардың барлығын учитывайте. Бұның барлығы бізге өте маңызды, достар. Так, жалпы ордер блокты алайық енді. Так, бір жақсы, бір валидный ордер блок тауып бергім келіп тұр сіздерге ше. Сондай бір жақсы валидный ордер блок тауып, сол ордер блоктан мықты сделкалар қарастыратын боламыз. Жалпы егер де алатын болсақ, міне қараңыздар. Қараңыздар. Біздің бір критерий ғана ордер блок сай келмейді. Ол қандай десеңіздер? Мына ордер блок кәдімгідей. Ол өйткені бұл блок заказовтан кейін бізде баға импульсына кеткенде ликвидность шешкен. Яғни мына жақта бізде кішірек таймфреймдерді қарайтын болсақ, ликвидность болады. Мынау өзі хантер. Енді қараңыздар, осындай ликвидностьтардың жалпы көбісін шешкен, мұнда имбаланстары болатын болса, осы имбаланстарды жапқан, және де баға осыған келіп қайтадан откат алған, көрдіңіздер ме, құлаған. Және де бұның жоғарғы жағы именно мынау тоже ликвидность болып тұр екен. Бірақ та осы ордер блок мысалы мықты бізде импульс берді. Міне, төменге қарай. Немесе тағы да бір қарастыратын болсақ, бізде үлкенірек таймфреймда қазір мықты ордер блок іздейміз. Так, достар, қараңыздар, бізде бір жақсы ордер блоктың варианты бар екен. Яғни қараңыздар, мына свеча, осыдан кейін бізде үлкен импульс кеткен. Импульс кетіп, мына ликвидностьтардың барлығын шешкен. Мына ликвидностьтар шешкеннен қайтадан келген. Бірақ та енді бір жаман жері бізде бұл ордер блоктан кейін бізде ешқандай да не жоқ, имбаланс жоқ. Енді бұл бізге ничего страшного. Енді қараймыз, бұл ордер блоктан жалпы сделканы қалай аламыз. Не қараңыздар, осы ордер блоктан тупо сделкаға кіре салуға болады. Мысалы, длинная позиция. Міне былай. Өйткені слом берді ғой, сломнан кейін кіріп отырық та, өйткені мына жерде слом бар. Сломнан кейін кірдік, міне мына жердегі сломнан. Және де жоғарғы жаққа бір имбалансқа қойсақ болады ликвидность. Немесе қандай бір ликвидность бар бізде жоғарғы жақта. Мынау ликвидностьқа қойсақ болады. Осылай сделканы тупо ала салуға болады часовойдан ше.
бірақ та мен сіздерге одан жақсырақ вариантын айтамын қазір. Отработка. Бірақ та біз олай жасамаймыз. Біз былай жасасақ болады. 5 минутқа кіреміз. 5 минуттан бізде нисходящий ауысты ғой, восходящийға көрдіңіздер ғой. Мына жақта бізде слом структуры болды. Міне. Слом болды. Енді подтверждениесін күтеміз. Бірақ та подтверждениенің алдында біз неге қараймыз? Біз бағаның қайтадан біздің ордер блокқа көшіп келгенін қараймыз. Қараңыздар. Новый лоу создавать етті. Новый лоу создавать етті. Енді подтверждение мында іздейтін боламыз. Қараңыз, өсті. Хорошо. Көрдіңіздер ме? Ордер блоктан просто реакциясынан қараймыз да, сломын күтеміз кішірек таймфреймнен. Одан кейін уже более мынандай имбаланстардан сделка алып қарасақ болады. Имбаланстан ортасынан сделка алсақ, немесе жоғары жағынан сделка алсаңыздар болады. Осындай жерлерден сделка алып қарайсың да. Не көрдіңіздер ме, қандай отработка берді? Яғни біз мына ордер блоктан туп ала салған жоқпыз. Біз қайтадан осы обаға келгенін күттік. Келгеннен кейін жаңадан лоу қойды ғой. Міне мынау новый лоу ғой. Осы новый лоу қойғаннан кейін бізде мына жақта слом структуры болды. Именно мына жерде слом структуры болды. Осы слом структуры қойылғаннан кейін міне біз бағадан имбаланс создавать етті. Осы имбаланстан ары қарай жоғары қарай алып кеттік. Мысалы мына жақта бір ликвидностьқа дейін алдық дейік. Міне мына ликвидностьқа дейін алдық дейік. Бірақ енді RR-іміз кішірек болды. Бірақ соның өзінде бізде более win rate жоғарырақ сделка пайда болады да. Міне мына жаққа стоп лоссты қойдыңыз. Міне қойдыңыз. Қараңыздар. Міне мынау ликвидность қалдыңыз, немесе мына ликвидность қалдыңыз. RR-іңіз үлкейді. 1/56, немесе мына жақта бізде мықтырақ ликвидность бар. Міне қараңыздар. Тіпті керемет. RR уже 3/3. Тік, спокойно бізде отработкасын береді сделка. Неге? Өйткені қараңыздар, схема қандай бізде? Біз 1 сағаттық, 4 сағаттық зонада мынандай ликвидность табамыз. Ликвидность тапқаннан кейін мысалы ол баға келеді кішірек таймфреймда. Слом береді. Слом бергеннен кейін біз енді ордер блоктың өзінен реакция беріп тұр ғой. Сосын мында имбаланс болсын, BPR болсын, тағы да басқа бізде точка входаға арналған инструмент болсын, тіпті ОБ болсын, 3 минутта, 5 минутта содан кіріп аламыз да, жоғары жақта ликвидностьқа дейін жібереміз просто сделканы. Вот осындай мәселелер бар. Ордер блоктың енді мен логикасын түсіндірейін. Не үшін ордер блок ол ордер блок? Не үшін одан кету керек баға? Енді қараңыздар, оны кішігірім түсіндіріп кетейін. Мысалы бізде мына ордер блок, ордер блок ол не үшін жасалады? Өйткені маркетмейкер осы кішкентай ордер блоктың ішінде өте көп ақша құяды. Және де бұл жақта бізде маркетмейкер не істейді? Бізде хедж позиция ашады. Яғни лонгқа да, шортқа да, және мына ликвидностьті алу үшін бағаны жоғары жібереді. Баға жоғары барады, лонговый позициясы маркетмейкердің плюспен жабылады, и шартовый позициясы минуста қалып тұр ғой мынандай. И осы ордер блокқа қайтадан бағаны алып келеді. Осы шартовый позициясын минус емес, буымен жабу үшін. Буымен жапқызады да қайтадан бағаны жоғары жібере береді. Бірақ та маркетмейкердің ең главный цель это было заработать, второй ликвидностьті жұлу болды. И осындай логикамен маркетмейкер жалпы жұмыс жасайды. Вот осындай логикасын түсіне білу керек. Ордер блоктан тупо сделка алуға болмайды. Рыноктың логикасын түсін, не үшін бара жатыр, қайда бара жатыр, не үшін ол олай болу керек. Одан кейін барып қана точка входа іздеу керек. Ал көбісі не істейді? Тупо ОБ-ны көрді ма, имбалансты көрді ма, точка входа дейді, кіріп кетеді, сосын қадалады, минусқа кіреді. Неге? Өйткені олар түсінбейді рыноктың логикасын. Ең бірінші біз рыноктың логикасын түсінуіміз керек. Ол үшін бізге мына недельный, дневной, 4-часовой таймфреймдерді қарауымыз керек. Осылардың барлығын қарағаннан кейін осылардың ликвидностьтарын анықтап, оның баған қайда бару керек, не үшін бару керек, және де мысалы фундаментальный жаңалықтарды қарап қалсақ, мысалы нарықта бізде соғыс болып жатыр да. Біздегі соғыс қазір енді Иран мен США, Израильдің арасында болып жатыр. Осы 3 мемлекеттің арасында болып жатыр, және сол соғыстардың барлығын анализ жасау керек. Мысалы, Иран егер де соғыс ушығатын болса, онда алтынның бағасы өседі мысалы. Евролардың бағалары тоже өседі, өйткені доллардың бағасы құлайды. Вот осындай мәселелердің барлығына қарауларыңыз керек. Нефттің бағасы құлайтын болады егерде, жоқ, нефттің бағасы наоборот өсетін болады егерде Армузский проливті полностью жауып тастайтын болса, онда нефттің дефициті болады және өседі. И одан Европа мен США страдать етеді. Сол үшін де қазір Армузский проливқа мысалы Трамп күресіп жатыр да. Вот осындай мәселелерді, осындай геополитический мәселелерді қарастыру керек трейдингте. Жан-жақты болу керек, жан-жақты развиваться ету керек. Просто так бір жерге қарап отыра беруге болмайды, достар. Вот жалпы кішігірім түсіндіріп кеттім. Негізінде бұл ордер блок ұзақ тақырып негізі. Мен 2 сағат өзім студенттеріме түсіндіремін. Оның алдындағы тақырыптарды да сіздерге қысқа нұсқа түсіндірдім. Өйткені неге? Өйткені қазір бізде андай поколенияда ұзақ видеоларды қарағысы келмейді адамдар.
оларға скучно. Сол үшін мен базовый көрсетіп жатырмын да, осылай дұрыс деп. Оны ютубта көп адамдар просто так өтірік түсіндіре салады, мен сіздерге конкретно от душинен түсіндіріп жатырмын достар, қысқа нұсқа қылып еще. Сол үшін де мен астында сілтемеде инстаграм парақшам, телеграм парақшама барлығына тіркеліп кетіңіздер. Өйткені телеграм парақшада мен көптеген нәрселер айтып кетемін, телеграм каналымда ше, көптеген нәрселерді более активно жүргізіп отырамын. Бесплатный сигналдар болады, бесплатный мықты созвондар болады, сол жақта менімен живой отырып разбор жасап созвон жасайсыздар. Вот осының барлығы үшін подписаться етіп алыңыздар, лайк, колокольчик, подписка жасап қойыңыздар, комментарий жазып кетіңіздер, поддержка беріңіздер. Өйткені сіздер сияқты сіздерге повезло, мен видеомды тауып алдыңыздар. Ал кейбіреулеріне не повезло, өйткені ол видеоны мысалы кейбіреулер көрмейді, и комментарий жазасыздар, ол видео рекомендацияға шығады, адамдар оппа деп көреді, пайдалы білім, пайдалы ақпарат алады да тегін, и оның барлығы өте керемет влияние береді. Ол адамдар ертең байып кетсе, оны тек қана менің ғана емес, сіздердің де пайдаларыңыз тегінмен тең болады достар. Сол үшін де барлықтарыңызға үлкен рахмет. Және де курсқа жазыламын десеңіздер, астында менеджердің ссылкасы болады, соған прямой WhatsApp-қа жазсаңыздар болады, немесе астында бізде форма болады, сол форманы толтырсаңыздар болады, аты жөндеріңізді, қай қаладансыздар, немен айналысасыздар деген сияқты сұрақтарға жауап берсеңіздер, кейінірек менеджерлар өздері хабарласады. Және де сіздерге полностью қалай болатынын толықтай түсіндіріп береді. Трейдингтан опытыңыз болса, менеджерларымыздың любойына трейдинг бойынша сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Өйткені біздің менеджерлар, олар өздері де мықты активный трейдер. Все, барлықтарыңызға үлкен рахмет достар. Сау болыңыздар. Келесі видеода көріскенше.